Қазір дәрігерлердің арасында антибиотиктерді танымалдыққа ие ретінде көптеп ұсыныс береді. Өкінішке қарай көпшілік бұл дәрілердің қолдану принциптерін білмей, кез келген жағдайда пайдаланады. Тіпті атауының өзінде анти және био деген сөздер бар. Бұл дәрілер ағзадағы ауру туғызатын бактерияларды өлтіретіні рас. Алайда олармен қоса пайдалы бактерияларды да жояды. Сондықтан антибиотиктерді шектен тыс қолданудың салдарынан иммунды жүйе бұзылады дейді мамандар. Аяулым, жақсы, бірақ болмай деп қана айта бермей, альтернативті дүниені қоса айтайық. Оларды алмастыра алатын табиғи антибиотиктер туралы білесің бе? Иә, табиғи антибиотиктердің ағзаға зияны жоқ. Олардың құрамында да денсаулыққа кері әсерін беретін микроағзаларды өлтіретін заттар бар. Бірақ олардың әсері басқа бактерияларға таралмайды. Бұл өнімдерді жиі тұтыну арқылы иммунитетті күшейтуге болады. Табиғи өнімдердің көпшілігінің бактерияларға қарсы әсері бар. Әсіресе сарымсақ, пияз, ақжелкен тиімділігі күштірек келеді. Міне керемет, ендеше әр тағамға осындай зияны жоқ табиғи антибиотиктерді қосуды әдетке айналдырыңыз көрермен, ал қазір бізде таңғы ас айдары. Қайырлы таң, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге брокколи мен байдалыдан жасалған салат көрсетемін. Оған бізге керегі брокколи, байдалы, қияр, қызанақ, болгар бұрышы және тұздық. Бірінші біз пісірілген брокколиді ыдысқа саламыз. Қиярымызды тураймыз. Ендігі кезекте черри қызанағын екіге бөлеміз. Болгар бұрышын тураймыз. Енді соңғысы бізде байдалыны турап қуырып алып келеміз. Байдалыны қуырып алып келдім. Енді салатымызға қосып, тұздықпен араластырамыз. 5-6 минуттың ішінде біздің салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Брокколи мен баклажаннан әзірленетін салат. Құрамы: брокколи 200 грамм, баклажан 1 дана, қияр 1 дана, болгар бұрышы 70 грамм, қызанақ 1 дана, шемішке мая 15 грамм, тұздық 100 грамм.